Ассалаумағалейкум ардақты ағайын. Ресейдегі дүрбелең Пригожиннің бүлігі көпшілікті алаңдатқаны ақиқат. Сәйкесінше шын өтірігі аралас әртүрлі ақпарат тарады. Біз бүгін көрші елдегі жағдай туралы толық айтып бермекпіз. Ендеше бастайық. Ресейде 24 маусым күні дүрбелең болды. Вагнер жекеменшік әскери компаниясының негізін қалаушы Евгений Пригожин Мәскеуге бағыт алып Владимир Путиннің зәресін алды. Ең алдымен Вагнер жасағы Ростов орталығын бақылауға алып, қалаға әскери техниканы толтырып тастады. Оқиғаның шиеленісуі де осы жерден бастау алған еді. Аттандап келген Пригожин аптығы басылмай бірнеше мәрте саяси мәлімдемелер жасап, Ресей билігін бақылауға алуға үмітті екенінде жасырмаған. Викторович, здорово были, с передка, что МЗ? От всех пацанов тебе привет. То, что ты делаешь, мы полностью поддерживаем и за. Если что, шуми, в любое время придем. Ресей халқы дүрлігіп, ел ішінде бүлік басталып кетеме деп үрейленгені жасырын емес. Тіпті жағдай азаматтық соғыстың да сипатына келіңкіреген еді. Мұндайда Ресейдің серіктестері қарап қалама? Жоқ әрине. Жағдай ушыққан сәтте Беларусь президенті Лукашенко Путиннің жағына шықты. Дмитрий Песковтың сөзіне сенсек, Лукашенконың өзі Пригожинмен 20 жылдай аралас құраластығын алға тартып, келіссөз жүргізуді ұсынған. Неткен достық бейілдесең шіргін. Ал әлем назарын өзіне аудартып, Мәскеуді басып алмақ болған Пригожин Ресей астанасына 200 шақырым қалғанда тізгін тартты. Осы уақытқа дейін сарбаздарымыздың қаны төгілмеді. Қазір қан төгілуі мүмкін. Сондай сәт туды. Сондықтан барлық жауапкершілікті түсіне отырып, орыстардың қаны төгілуі мүмкін екенін ескере отырып, біз өз жасағымыздың бағытын кері бұрамыз, деді ол. Бұл жағдайды сіздер де бағамдап отырған боларсыздар. Пригожиннің мың құбылуына не себеп болды? Пікір жазыңыздар. Дорогу, видимо, пытались перекрыть на Москву. Вагнера, видимо, расхуячили, раскатали, блядь, гуслями нахуй. В ту сторону закрыто, а в эту видали, что натворили нахуй. Расхуярили, дорожников раздвинули и колонна дальше. Пригожиннің әрекетін отанға опасыздық жасады деп бағалаған Путин оны жазалайды ма? Бұл көпшілікке қызық әрине. Бірақ Ресей президенті Вагнер басшысын жазалауға құлықсыз болғандай кейіп танытты. Путиннің баспасөз хатшысы Пригожинге қатысты қылмыстық іс тоқтатылғанын ресми хабарлады. Ал көтеріліске қатысқан сарбаздардың басқыншылық кезіндегі еңбегі ескеріледі екенміз. Бірақ бір қызығы, колоннаға қосылмаған жауынгерлер қорғаныс министрлігімен келісімшарттарға қол қоймақ. Ресейдегі шым-шытырық оқиға осылай жалғасты. Обращаюсь и к тем, кого обманом или угрозами втянули в преступную авантюру, толкнули на путь тяжкого преступления, вооруженного мятежа. Россия сегодня ведет тяжелейшую борьбу за свое будущее, отражает агрессию неонацистов и их хозяев. Қазақстан мен Ресей арасын әлемдегі ең ұзын шекара бөліп жатыр. Бұл оқиға Қазақстан халқының да назарында болды. Осыған байланысты бүгін Қасым-Жомарт Тоқаев Қауіпсіздік кеңесінің кезектен тыс отырысын өткізіп, Ресей Федерациясындағы жағдайға байланысты берген тапсырмаларын орындау шаралары туралы премьер-министрдің, бас прокурордың, ұлттық қауіпсіздік комитеті төрағасының, қорғаныс, ішкі істер және сыртқы істер министрлерінің баяндамаларын тыңдады. Президент өз сөзінде Ресей Қазақстанның стратегиялық серіктесі екенін атап өтті. Мемлекет басшысының 24 маусым күні Кремль көсемімен телефон арқылы сөйлескені белгілі. Бұдан бөлек президент кез келген мемлекеттің ішкі саясатында, соның ішінде Қазақстанда да қоғамдық тәртіп пен елдің әлеуметтік экономикалық дамуын қамтамасыз етудің негізі заң үстемдігі қағидаты екенін баса айтты. Қасым-Жомарт Тоқаев
Қауіпсіздік кеңесінің жиынында барлық ведомство басшыларына дағдарыс жағдайындағы ықтимал қателерге қарсы әрекет етуге дайын болуды тапсырды. Бұл оқиға Ресейдің болашағы бұлыңғыр екенін аңғартты. Оқиғаға баға берген түрлі сарапшылардың пікіріне сенсек, Кремль көсемінің креслосы шайқалып тұр. Ал Лукашенконың Ресейді бүліктен аман сақтап қалуда уақытша кідіріс болуы әбден мүмкін. Дала Инсайт телеграм арнасы бүгіннен бастап Қазақстандағы сепаратизмді қолдайтындардың қатары селдіреп, тыныштықты, тұрақтылықты қолдайтындардың ауқымы артатынын жазды. Лайым солай болғай. Мұндай жағдайға ресейліктер мен Ресей құрамындағы этнос өкілдері қалай баға берді? Айтайық, Дағыстан мен Татарстан көшелерінде Ресейден бөлінуге шақыратын плакаттар ілініп, жағдай біршама ушыққан еді. Путиннің әділетсіздігінен зәресап болғандар мұндай сәтті күтеді әрине. 24 маусым күні Мәскеуден Қазақстанға билет тапшы болды. Себебін біз айтпай-ақ біліп отырсыздар. Мәскеу Алматы бағытындағы рейстің эконом класс билетінің құны бір адамға 1,1 миллионнан 2,3 миллион теңгеге дейін жеткен. Бәрінен де Украина президенті Зеленскийдің Ресейдегі жағдайға қатысты пікірі әсерлі болған секілді. Бейбіт заманда қару алып, киелі топырағы тас талқан болған ол, зұлымдық жолын таңдаған әрбір адам түбі өзін құртады. Ресей өзінің әлсіздігі мен билігінің ақымақтығын үгіт насихатпен ұзақ уақыт бүркемелеп келді. Ал қазір хаостың ауқымдылығы сонша, оны бір өтірікпен жасыра алмайсың. Ресейдің әлсіздігі айқын байқалады деген екен. Зеленскийдің мұңзарын түсінеміз. Бейбітшілік біздің басты ұстаным. Кез келген елді Құдай соғыс қаупінен сақтасын. Ардақты ағайын, құрметті көрермен, біз көршілес елдердегі ахуал туралы айттық. Ауласы бірдің, ауасы бір дейді қазақ. Сондықтан да бұл мәселе бізге де қатысты. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Жақсылық Зейнешев, жақсылықта жолыққан шағай.